Егер сізге Гималайдың бір үңгірі жайлы айтса, оған кіру өліммен тең десе, сенер ме едіңіз? Бұл үңгірге аяқ басқан адамның ешқайсысы кері қайтпаған. Камерада, дронда, тіпті итте, тірі жан бұл түнекке кірсе, жоқ болады. Бірақ ол жоқ боп кетпейді. Із-түзсіз емес. Адам айтса, нанғысыз белгілер қалады. Непал мен Тибет арасындағы биіктігі 5000 метрден асатын тау жотасының етегінде картада белгісіз. Бірақ жергілікті халық тыңдамайтын түнек деп атайтын жұмбақ үңгір бар. Жергілікті шепа, лама монахтар бұл жерге. Бұл әлем мен өзге кеңістік арасындағы қақпа дейді. Ең қызығы, үңгірдің өзі ешбір картада жоқ. Бірақ спутниктен түсірілген ескі фотосуреттерде үңгірдің кіреберісі әлсіз көрінеді. Кейінгі суреттерде ол тұманға оранғандай жоғалып кеткен. 2006 жылы британдық альпинист Пол Леттерман бастаған шағын топ бұл үңгірді зерттеуге аттанған. Олар соңғы радиосында кірер ауыз табылды деп хабарлаған. Содан кейін мәңгілік үнсіздік. Құтқару тобы 3 күннен соң олардың шатырын тапқан. Барлығы орнында, киім, құрал сайман, тіпті тамақ та ашылмаған. Тек адамдар жоқ. Қорқыныштысы сол, бір GoPro камера сыртта қалып қойған. Видео жазбаның соңында бір түрлі дыбыс естіледі. Адам дауыс емес, әуен демес, құдды бір іштен, жердің тереңінен шыққан діріл. Ол дыбысты сипаттау мүмкін емес. Бұл жалғыз оқиға емес. 2019 жылы Тибет монастырынан 3 жас лама жасырын түрде үңгірге барған. Олар ішке тек шаммен кірген. Бір аптадан соң бір ламаның ғана күртешесі табылды. Бірақ ол тасқа кіріп кеткендей қата қалған. Ғалымдар оны түсіндіре алмады. Тастың құрылымы өзгермеген, бірақ матаның бір бөлігі тасқа сіңіп кеткен. Жергілікті аңызда бұл үңгір қара есік. Оған тек іші бос адам ғана кіре алады дейді. Іші бос дегеніміз жансыз, мақсатсыз, рухани бос. Ондай адам ішке енгенде жоғалмайды. Жай ғана кері қайтпайды. Аңызда, егер бір шын жүректі адам ішке кірсе, тақпа жабылады делінеді. Бірақ әлі күнге дейін ондай адам табылған жоқ. 2024 жылы Жапониядан келген бір ғалым авантюрист арнайы робот жіберді. Робот 3 минут бейне жазды. Үңгірдің іші бірдей бұрышпен өрілген тас қабырғалар, еденде таңбалар. Ал ең соңғы секундтарда көлеңке қозғалғандай болған. Содан кейін робот та жұмысын тоқтатты. Қайта іске қосу мүмкін болмады. Ғалымның өзі келесі күні көз жұмған. Жүрек талмасы деген диагноз. Бірақ ол ешқашан жүрек ауруымен ауырмаған. Бүгінде бұл үңгір жабық. Ол нақты қайда екенін үкіметтер де айтпайды. Жергілікті халық оған жол көрсетпейді. Бірақ ол бар, ол тірі. Мүмкін ол күтіп тұр. Кімді? Неге? Білмейміз. Бірақ бір анық дүние бар. Бұл үңгірге кірген ешкім шықпаған. Неліктен? Бұл енді басқа әлемнің жауабы шығар.